Уважаемые коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию на площадке региональной службы коммуникации. Бүгінгі талқылайтын тақырып Қатон-Қарағай ауданының ағымдағы жылғы 5 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуы. Спикеріміз таныстырып өтсен, Дүйсенбаев Данияр Бекказиевич, Қатон-Қарағай ауданының әкімі. Данияр мырза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Армысыздар, құрметті брифингке қатысушылар, қадірлі әріптестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өз жолдауында аймақты даму, ауыл халқының тұрмыс сапасын арттыру, инфрақұрылымдық теңгерімсіздікті жою және инвестициялық белсенділікті арттыру жөнінде нақты міндеттер жүктеген. Президентіміздің әрбір мемлекеттік орган және әкім халық үшін жұмыс істеуі тиіс деген сөзі баршамызға жауапкершілік арттыратыны белгілі. Осы міндеттерді басшылыққа ала отырып, біз Қатон-Қарағай ауданының әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету, инвестицияны тарту, туризм мен ауыл шаруашылығын дамыту, инфрақұрылымды жаңарту бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіп келе жатқанын ары қарай мен сіздерге таныстырғым келеді. Ауылдың алдағы мен бірінші кез келген жерде бұқаралық ақпарат құралдарымен сөйлескен кезде ең бірінші мемлекеттік органның басты бағыты ол жаңағыдай мемлекеттік қызмет көрсету. Қаншалықты біз оны сапалы көрсетеміз, халыққа қаншалықты сапалы қызмет көрсету арқылы ол кісілерді жаңағыдай қанағаттандырамыз. Сондықтан сондай жұмысқа тоқтала кетейін. Мемлекеттік қызметкердің сапасын арттыру ол біздің басты міндеттеріміздің бірі. Қазіргі таңда ауданымыздың электрондық үкімет порталының кеңінен қолданып, бұл өз жаңағыдай қызметін көрсету үрдісіндегі жаңағыдай барлық ашықтықты білдіреді. Одан кейінгі жаңағыдай сыбайлас жемқорлықтың алдын алу болып табылатын өздеріңіз білесіздер. 2024 жылы аудан бойынша көрсетілген мемлекеттік қызметкерлердің жалпы саны 5174 болса, оның ішінде 5054-і физикалық тұлғалардан, 120-сы заңды тұлғалардан. Мемлекеттік корпорация арқылы 392 қызмет көрсетілді. Электрондық түрде көрсетілген мемлекеттік жалпы саны 3883. Бұл жерде мен сіздерге цифрмен тоқталып өткенім, өйткені жаңағы басында атап өттім, бұл 80%-ға жуық электрондық түрде көрсетеміз. Ол деген сөз біздің жалпы кез келген уақытта адам мен адамның бір-біріне жақындамауы, электрондық арқылы не болмаса жаңағыдай халық өздерінің үйлерінен отырып сондай мемлекеттік қызмет алу. Сондықтан осы уақытта біз өзіміздің жұмысымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Ауданымыздың 2025 жылғы мына көрсеткіштерін мен нақтырақ тоқтала кетсем, өнеркәсіп өндірісі бойынша аудан бойынша бұл 2025 жылдың қаңтар айы мен мамыр айларында 419 миллион. Ол былтырғы жылмен салыстырған кезде 115%-ға артып отыр. 2024 жыл қаңтар-мамыр айларында ол көрсеткіш 361 миллион теңге болған еді. Өндеу өнеркәсібі де, ауыл шаруашылығымен былтырғы жылы, биылғы жылы 3 миллиард 971 миллион, ол 115%-ға артып отыр былтырғы жылмен салыстырған кезде. Одан кейін инвестиция, жалпы мына инвестициямен құрылыс және тұрғын үй мәселесі бойынша мен сіздерге кішкене толығырақ тоқталайын деп отырмын. Өйткені бұл жердің көрсеткіштері өте жоғары. Ол деген сөз неге деп ойлайсыздар? Өйткені біз былтырғы жылдан білесіздер, республикалық резервтен Қатон-Қарағай ауданы бөлініп шыққаннан кейін қаншама әлеуметтік нысандар жөнделді. Қаншама бүгінгі біздіңгі кәсіпкерлеріміз өздерінің инвестицияларын құрды. Біз мемлекет тарапынан қаншалықты инвестиция құрылса, өзіміздің ауданымыздағы кәсіпкерлер тарапынан соншалықты инвестицияның жоғарғы деңгейін көрсетіп отыр. Ол жерге мен сіздерге қатысты тоқтала кетейін. 2025 жыл негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі осы мына 5 айдың көлемінде 1,7 миллиард болған екен. 2024 жылдары 319 миллион ғана болған. Ол көрсеткішіміз бүгінгі таңда 540% көрсетіп отыр. Нақты индекс көлемі 1312 пайызды көрсетіп отыр. Сондықтан құрылыс саласы бойынша да барлық көлем салынған ақшаның көлемі 1 миллиард 28 миллион теңге құраса, ол былтырғы жылмен салыстырғанда 539% сондай көрсетіп отыр. 1318 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп отыр.
Оны жаңа айтып өткендей, біздің жаңағыдай бір қабатты шығыс бағдарламасы бойынша үйлер салынып отыр. Одан бөлек қазір ары қарай да мен ауыл аманаты бойынша біраз жұмыстарды толықтай айтып өтем. Ауыл аманатының жалпы кез келген ауданға беретін мүмкіншілігі өте зор. Өйткені ол жерде жаңағыдай 2,5%-дан несие алады кәсіпкерлеріміз, ары қарай өздерінің үйлерін салады. Сол үйлерін салу арқылы олар сол үйлерін вод жасаған кезде осындай бір жақсы көрсеткіштерге жеткізіп отыр. Ауыл аманаты бағдарламасы ол ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес елімізде аталмыш бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама жұмыс жасап отыр. Бұл бастама ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға, фермерлерді қолдауға, инфрақұрылымдық дамытуға және жұмыссыздықты азайтуға бағытталып отыр. Ауданымыздың былтырғы жылғы жобасын емес, мен сіздерге биылғы жылдың жобасына тоқталайын. Ауыл аманаты бойынша біздің Қатонқарағай ауданы бойынша 19 жоба ұсынылды. Соның бүгінгі таңда 19 жобасы 219 миллион теңге мақұлданып отыр. Бүгінгі таңның өзінде. Қалған жобаларымыз бүгінгі таңда сол комиссияның отырысындағы жаңағыдай отырыстарда талқыланып, ары қарай да мемлекеттен осындай қаржы алады деген жоспарымыз бар. Ол деген сөз жаңағы айтып өткен инвестиция болсын, жаңағыдай шаршы метрдің көбеюі, осы жердегі біздің жаңағы кәсіпкерлеріміздің ауыл аманатымен өте тығыз байланыста жұмыс жасауы. Ол бүгінгі таңда осы Шығыс Қазақстан облысының 13 аудан қалаларының ішіндегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі Қатонқарағай осы көрсеткішті көрсетіп отыр. Оның ішінде енді жаңағы айтайын деп отырғаным, осы бүгінгі таңдағы атап өткен 19 жобаның 13 жобасы туризм бағыты бойынша. Мен неге сіздерге осындай сандарға, цифрларға тоқтап отырмын? Өйткені сіздердің ойларыңызда біраз сұрақ мәселелер болуы мүмкін. Мен сол үшін сіздердің сұрақтарыңыз болады ау деген жерге мен нақтылы тоқтап өтейін. Одан кейін әуежай құрылысын өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер. Барлық осы Шығыс Қазақстан облысының бұқаралық ақпарат құралдары сол кезде барып қайтқан. Ауданның дамуына мемлекет басшысының Қатонқарағай ауданы әуежай салу туралы шешімі үлкен серпіліс берді. Ол болашақ әуежайдың орналастыру орнына көлік министрлігі келіп, жұмыстың басталуы туралы мәлімет жасап кеткен. Бүгінгі таңдағы біздің сол жаңағы әуежайымыз Астана, Алматы, Өскемен, Семей қалаларында ішкі рейстерде, сондай-ақ Алтай мен Қанас, Қытай Халық Республикасы, Баян-Өлгей, Моңғолия халықаралық маршруттарын қамтамасыз етеді деп жоспарлап отырмыз. Жаңа ғана өздеріңізге айтып кеттім. Облыс әкімімен бірге сол Қытай Халық Республикасына барып, Қанастың, Алтайдың, бұршының жаңағыдай туризм бағыты бойынша қандай жұмыстар атқарады, сонымен танысып, Қатонқарағай сол бұршын ауданымен бітімгерлікке келісіп, сондай бір меморандумға қол қойдық. Сондықтан бұл жұмысты ары қарай міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Туристік тартымдылықтың ең басты бағыттарының бірін айта кетейін. Өздеріңіз білесіздер, және сіздерге көп рахмет. 13-14 маусымда Қатонқарағай ауданында Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасымен өзіміздің осы ауданның кәсіпкерлері, ауданның тұрғындары мына ұйымдастырылған бір үлкен бір мәдени шара өтті. Алтай түркі әлемі алтын бесігі халықаралық өнер фестивалі өтті. Одан кейін Төр Алтай Қалихан мен Дидахметті жырлайды атты поэзия фестивалі өтті. Одан кейін Алтай алтын бесігі атты халықаралық деңгейдегі ақындар айтысы өтті. Фестиваль аясында сол кешкі уақытта гала-концерт өтіп, үлкен бір іс-шараларды өткіздік Қатонқарағай ауданында. Ол жерде сол жаңағы іс-шараларға қоса 9-14 маусым аралығында ұлттық түрлерінен облыстық спартакиада өткізілді. Сондықтан жалпы осы бүгінгі мүмкіндікті пайдалана отырып, Қатонқарағай ауданының халқына біріншіден рахмет айтқым келеді. Қатонқарағайдың кәсіпкерлеріне рахмет айтқым келеді. Өйткені кез келген жерде халық қолдау болмаса, кәсіпкерлерден қолдау болмаса, мемлекеттік органның жаңғыз істеген ісі ол ешқашанда өнбейтінін өзіміз білеміз. Сондықтан Қатонқарағайдың халқымен және кәсіпкерлеріне мың алғыс.
осы жерде атап өтейін дегенім, мына Катонқарағайдың тұрақты дамыту қоры деген бар. Сол жерде өте біздің ауданымыздың, облыстың, республикалық, халықаралық деңгейдегі өзіміздің ауданымыздан шыққан кәсіпкерлеріміз бар. Оның ішіндегі атап өтетін Толықбаев Серік Құлынбекұлы бар, Оразаев Құрмет Шаймарданұлы бар. Сондай азаматтарымыз, Қайрат ағамыз бар. Сондай азаматтарымыз осы мына Катонқарағайдың дамуына, осы бүгінгі шараның өтуіне өздерінің үлестерін қосып жатыр. Одан кейінгі мына біздің 100 орындық ипподром жаңадан салынды. Ол жерде Серменов Талғат, Азамат Нұрсұлтанов деген, Айбек деген азаматтар, осы біздің Катонқарағайдың тумалары. Барлығын қазір айта алмау мүмкін шығар, бірақ сол азаматтар осы атқарылған іс-шараларға өздерінің көмектерін жасады, қолғабыстарын беріп. Сондықтан осындай іс-шараларды, бұл жаңағыдай фестивальдің қорытындысында келетін болсақ, ұлттық өнер мен мәдениетті насихаттау, халықаралық мәдени байланысты нығайту, одан кейін ауданның туризмін дамыту міндетті түрде, кәсіпкерлік пен қызмет көрсету сапасын арттыру деген сияқты үлкен бір серпініске әкеліп соқты деп өзіміз ойлаймыз. Сондықтан ал енді ары қарай бір тоқталайтын десем, жалпы біз енді Катонқарағай ең бір басты бағыттарымыздың бірі мал шаруашылығы болатын болса, одан да бір жаңағыдай өзіміздің бағыттарымыздың туризм саласы екен, бағана өздеріңіз атап өттім. Бүгінгі таңда ауданымызда бір жолғы сыйымдылығы 2062-ге жететін 97 туристік нысан жұмыс істеп отыр. Ол жерде жаңағыдай 14 пантымен емдеу орталығы, қонақ үйлеріміз бар. Жаңа осы ақпараттардың ішінде мен айтып өттім. Жалпы біздің былтырғы жылмен, оның алдындағы жылдармен салыстырған кезде жылына 500-ге дейін орналастыру орындары пайда болып келе жатыр. Ол деген сөз жаңағы айтып өткен мемлекеттік бағдарламалар бар. Өзіміздің кәсіпкерлердің Катонқарағай ауданының жеке дамығаннан кейінгі өздерінің сенімдігі пайда болып жатыр. Одан кейін мына президентіміздің бастамасымен салынып жатқан аэропорттардың жаңағыдай салынып жатқаннан кейін үлкен нысандар салынып жатыр. Одан кейін тағы да бір атап кететін мәселе, мына Катонқарағай ауданының тұрақты дамыту қорымен Қазавтожол акционерлік қоғамымен Катонқарағай кіреберісте қазір мына санитарлық торап орналастырып қойдық. Ендігі уақытта өзіміздің ауданымыздың жаңа кәсіпкері, жаңа Қайрат деген ағамыз осы тұрақты дамыту қорында, ол кісі де сол азамат бүгінгі таңда стелла жасап жатыр. Ол деген сөз келешекте біздің Катонқарағайға келе жатқан туристердің келіп тоқтап, сол жерде өздерінің жаңағыдай ақпараттарын алып, келешекте қай жердегі туризм бағытындағы нысанға баратын туралы ақпарат алады сол жерден. Екіншіден сол жердегі отырып кафесі бар деген сияқты, мейрамханасы бар, сондай жерлерді көріп, стеллаға барып өзінің жаңағыдай фотоға түсіп деген сияқты сондай бір қызықты бір өздерінің демалыстарын өткізуге сондай мүмкіндік бар. Жаңағы Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы туралы мен сіздерге өздеріңізге айтып өтіп кеттім. Барып, сол жаңағы Қанаспен бірге, Бұршымен бірге бітімгерлік жасап келдік деп оған тоқталмай қойын. Одан кейін біздің Катонқарағайдың ішіндегі ірі инвестициялық жобалардың бір 5-еуіне тоқтасам деп отырмын. Халықаралық деңгейдегі Тоқпайың ауылындағы 120 орындық резорт, Велес резорт қонақ үйінің кешенін салу. Ол бүгінгі таңда 8-8 миллиард ақшаны құрады. Қазіргі уақытта Катонқарағайдың кәсіпкерлерімен бірге сол жұмыстарды ары қарай жоспарлап жатырмыз. Екінші бағдарламамыз ол Ақшарбақ ауылындағы Веркатон панта мен емдеу орталығын кеңейту жұмыстары. Бір жолғы сыйымдылығы 100 орын, жобаның құны 400 миллионға қазір сонда кеңейту жұмыстарын жұмыс жасап жатыр. Аршат ауылында 100 орындық Алтай резорт курорттық кешенін салу, жобаның құны 2 миллиард. Серменов Талғат деген өзіміздің жергілікті азаматымыз, кәсіпкеріміз, сол азамат осындай жұмыстар атқарып жатыр. Өрел ауылындағы Мұзтау екі отель кешенінде ресторан салу жобасының құны 200 миллион. Ол кісі жалпы осы бір соңғы 4-5 жылдың ішінде 3 миллиардтай сол жерге ақшасын салып, бүгінгі таңда үлкен бір
жаңағыдай базаға айналып отыр. Катонқорық ауылындағы Алтай террас ферс деген кешен салу жұмысы жүргізіліп жатыр. Жалпы инвестицияның көлемі 500 миллион. Сондықтан осындай бір нысандарды жаңағыдай біріккен серіктестермен бірге осындай туризм бағытында жұмыстар атқарылып жатыр. Одан кейін тағы да бір тоқталып кететін жағдай, өзіміздің бүлдіршіндеріміз бойынша бір ақпарат бере кетейін. Ауданымызда қонақжай отбасы әлеуметтік мәдени жобасы 3-ші жыл қатарынан жүзеге асып келе жатыр. Өздеріңіз білесіздер, бүгінгі таңда 3 тілділікке өте басым жаңағыдай көзқарас білдіріп отырмыз. Кез келген жерде балаларымыз қазақшада, орысшада, ағылшыншада 3 тілде еркін сөйлеу үшін осындай облыста үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Оның ауданымызда бүгінгі таңда биылғы жылы Өрел, Жамбыл, Белғарағай ауылдарында алғашқы рет биылғы жыл Ақсу мектептерінің мұғалімдері жүзеге асырып жатыр. Ол мына қонаққа келетіндер 12 жас пен 14 жас аралығындағы оқушылар Шыманайха, Глубокое, одан кейін Өскемен, Риддер, Алтай қалаларынан келіп, балалар сол біздің жаңағы мұғалімдердің үйінде тұрып, жаңағыдай тілді меңгеру жұмыстары өткізіліп жатыр. Ол кісілерге жаңағыдай танысу тренингтер жүргізіледі. Катонқарағайдың жаңағы көрікті жерлерін барып көреді. Одан кейін табиғатта серуендейді. Бір-бірімен жаңағыдай сол өздерінің мемлекеттік тілде қарым-қатынасқа түседі. Сондай бір ұлттық ойындарды ұйымдастырылады. Жерлес жазушыларымыздың өздерінің шығармаларымен танысады, мәдени іс-шараларға қатысады, ұлттық тағамдар мен дәстүрлерді үйренеді деген сияқты осындай үлкен іс-шаралар өткізіліп жатқан жайы бар. Ал енді біздің ауылдың қазіргі таңдағы ұялы байланыс туралы айтып кетейін. Былтырғы жылы мына Катонқарағайдың Топқайың ауылының жанына 106 миллионға антенна мачтовое сооружение дейді, салып қойылған. 106 миллион толықтай игеріліп, биылғы жылы осы мына іс-шараның қарсаңында 14-ші осы июньге дейін жаңағыдай байланыс, билайн байланысын орнатып, бүгінгі таңда Катонқарағайдың ішіндегі именно сол жаңағы айтып отырған Топқайың ауылы байланыспен қамтамасыз етілді. Ол жердің су мәселесі де болған, өздеріңіз білесіздер. Ол мәселеде бүгінгі таңда ауылдың ішіндегі барлық жұмыстары атқарылып, ендігі жолы қазіргі 2 су бұрғысын бұрғылау жұмыстары атқарылып жатыр. Ол жұмыстарды осы биылғы жылды толығымен аяқтап бітіреміз деген жоспардамыз. Жалпы мен айтайын деген осы, су құбырлары бойынша басқа да жұмыстар Катонқарағайдың ішінде де атқарылып жатыр. Мемлекеттен 4,4 миллиард ақша бөлінген. Катонқарағайдың ішінде биылғы жылдың аяғына дейін барлық сол 4,4 миллиард ақша толығымен игеріліп, Катонқарағайдың ауылдың іші толықтай орталықтандырған сумен қамтамасыз етіледі. Ну, уважаемые коллеги, в принципе, я на государственном языке все эти моменты озвучил. По поводу туризма я уже рассказывал. В этом году с 13-14 июня провели международный фестиваль и республиканский айтыс провели. Поэтому по линии туризма определенная работа в нашем районе будет продолжаться. Я сейчас озвучивал 5 больших проектов. То же самое в докладе я вам отдельно дам. Ознакомитесь именно какие проекты. Поэтому, если какие-то вопросы есть, я готов ответить на все ваши вопросы. Данияр Бекказиевич, благодарим вас за предоставленную информацию. Коллеги, переходим к сессии вопросов. Напомню о регламенте. 1 журналист, 2 вопроса. Әріптестер баспасөз мәслихатымыздың екінші кезеңіне көшеміз. Регламентке сәйкес тақырып аясында 2 сұрақтан қоюыңызға болады. Галина? Подскажите, пожалуйста, вот мосты через Берег. Мы все знаем, что его сносило водой в 2024 году.
и починили его в этом году туроператоры совместно с С нацпарком. Да. Сейчас тур на Куколь снова открылся благодаря вот этому. Что-то там, какие-то капитальные работы будут проводиться в дальнейшем. И что касаемо других тоже переправ, которые идут через реку. Ну и вообще в плане развития туризма, вот по второму вопросу, расскажите поподробнее, что планируется. Вот в этом году у нас, ну, в прошлом году мы бюджетную заявку республику подали, 592 миллиона тенге. В прошлом году с депутатами все вопросы, как бы переписки все у нас есть. Республиканский бюджет одобряет о том, что будет выделены денежные средства, но необходимо в этом году рассмотреть с местного бюджета. Нами также в этом году был подан бюджетная заявка в областной акимат, благодаря Акиму области. Деньги на проведение конкурсных процедур, деньги выделены. Сейчас будем проводить конкурсную процедуру. Оно будет переходящим проектом. ПСД в этом году заканчивается, поэтому мы в этом году завершаем, определенную работу будем проводить, то есть подрядная организация. И следующий год будет финансироваться с республиканского бюджета. То есть софинансирование дается местные бюджеты, основные средства будут с республиканского бюджета. Поэтому Капитальный ремонт. это новое строение. Строительство нового моста 592 миллиона. Эта работа нами проводится, потому что когда только получил назначение в прошлом году в сентябре, 22 сентября лично сам туда съездил, когда приезжали депутаты Мажилиса, вместе проехались, посмотрели и показал, в каком оно состоянии. Да, действительно, в этом году видели, но благодаря, скажем так, местных исполнительных органов сельского округа и национального парка мост стоит, там подремонтировали. Сейчас в этом направлении работа будет продолжаться. Поэтому мост построим и вас обязательно пригласим. Что касается вообще развития туристического направления? Ну, вообще в целом по туристическим направлениям, вообще вот я сейчас вот в своем докладе рассказывал, вот программа Аула Манаты, это дает большой импульс развития вообще в целом туристической отрасли. Например, в этом году только, сейчас рассказывал, у нас из 43 проектов уже 19 проектов одобрены. То есть получили свои средства. У нас ежегодно, в сравнении с прошлым годом, позапрошлым годом, на 500, на где-то 600 мест увеличивается с каждым годом. А в этом году, вот благодаря строительству аэропорта, благодаря вот международным мероприятиям, которое было проведено 13-14 июня, люди, например, когда шла подготовительная работа, я чувствовал, скажем так, как хотят развивать район. Это не только предприниматели, работают сами жители. Например, мы планировали около 5000, скажем так, туристов будет приходить. А у нас получилось около 10 тысяч туристов прибыло в Катон-Карагайский район. Когда мы снимали с дрона, я сам убедился о том, что да, действительно, народ сами хотят. Потому что, когда мы проводили беседу с жителями, мы в этот раз, Ермек Белебаевич у меня спрашивал, куда вы разместили этих людей. То есть мы, то, что сейчас вам рассказывал, 2062 мест, плюс к этому мы поставили около 30 юрт, около 50 кемпингов поставили. Плюс, несмотря, вот смотровая, юрты были, то есть где была торговля, выставлены наши бренды. Плюс отдельно для туристов было. Нами вот здесь начальник отдела туризма сидит, Жанна Дюсенбековна. Мы проводили беседу с жителями, то есть они освободили свой основной дом, перешли на летник свой, и людям были предоставлены вот эти, скажем так, места размещения. Поэтому мы, те люди, которые к нам, туристы, приезжали, мы их могли как бы встретить и проводить, скажем так, достойно это мероприятие. Поэтому туристические направления именно в Катон-Карагайском районе с каждым годом будет увеличиваться,
будет увеличиваться. И сейчас вот рассказывал, в этом году мы весной Нурмбет Амановичем Сахтаран вместе съездили в Китайскую Народную Республику, именно посетили Алтай, вот Канас, где именно вот туризм развивается, и Буршун. Вот съездили, с ними у нас есть совместный меморандум. На сегодняшний день отделом предпринимательства и туризма у нас создается WeChat, который вот есть наш как социальная сеть в Китайской Народной Республике. И сейчас идет определенные переговоры, каким образом будем развивать туризм. Поэтому это у нас однозначно будет через Мархаколь, через вот австрийскую дорогу, посетить Катон-Карагай и попасть в Большой Нарым, и дальше Курчум, Зайсан и обратно заехать, скажем так, к КНР. Поэтому в этом направлении будем работать. Спасибо. Следующий вопрос. Айна ханым. Айнада Тындаева, Гүлдар газетінің. Менде кішкене мынандай сыни сұрақ болып, жалпы облыс әкімінің муниципалитет және мемлекеттік кірістер департаменті қазір тексерістер жүргізіп жатыр, көлеңкелі туристік бизнес. Сол сіздердің аудандарыңызда осы жағынан қандай бір тексерістер жүргізіле ме, бұл дегенде Өте дұрыс айтасыз. Бұл жалпы негізі кез келген ауданда ол әкімге өте керекті мәселе. Неге дейсіздер ғой? Өйткені кез келген түсетін салықтан біздің жаңағыдай халықтың әл-ауқатын көтеру, ары қарай жаңағыдай бір жұмыстарды жүргізу үшін салықтың толық түскен біз үшін керек. Мысалы мен өзіміздің кірістер басқармасына мынандай сұрақ қоямын. Кез келген қазір Катон-Қарағайға хабарлассаңыздар, мысалы қонақ үйлердің ешқай жерінде бос орын болмайды. Ол бос орын болмайды, уже жаңағыдай мамыр айында бос орын болмай қалады. Сондықтан мен ол кісіге де айтқам, бос орын болмайды, значит оның барлығы толықтай ақшалары төленген, келешекте де төленеді. Мысалы біреулер бронь жасап қоюы мүмкін. Ол енді жылдың жаңағыдай сезон біткенге шейін толықтай ол ақша келеді деген сөз. Сол ақшадан толықтай салық түседі ма, түспейді ма деген сұрақ қойылған. Оны жаңағыдай бізге де бүгінгі таңда Катон-Қарағай ауданына жаңадан салық бастығы болып азаматтар келді. Ол кісілер бұл бағытта жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол енді мен ауданды басқарып отырған басшы болғандықтан ол менің өзіме де керекті нәрсе. Оны ешкім маған айтып, шын айтқанда керегі жоқ, мен өзім оны жасауым керекпін. Сондықтан ол жұмыспен атқарып жатырмыз. Рахмет. Әріптестер, Қайырлы күн, есімім Нұржан, Мұқарам есімінің тілшісімін. Жалпы бізге тұрғындардан мынандай бір шағым түскен, Катон-Қарағайда ауруханада маман жас және медициналық аппараттар жоқ деген. Бұл мәселе қалай шешіледі, сол жөнінде айтсаңыз. Жалпы Катон-Қарағайдың ауруханасының мәселесін білеміз. Жалпы бізде Катон-Қарағайда бүгінгі таңда 6 маман әлі күнге дейін жетіспейді. Ол мамандарға біз жаңағыдай мына оңтүстік өңірлерде жаңағыдай көшіп қону бағдарламасы бар. Одан кейін көптеген медициналық университеттерге біздің жаңағыдай сол бас дәрігеріміз барлығы осы жұмыстарды атқарады. Бүгінгі таңда барлығына Катон-Қарағайға келетін сол жаңағы адамдарға жергілікті атқарушы билік ретінде біз үй мәселесі бізде дайын. Одан кейін келген кезде жаңағыдай көтерме жаңағыдай ақшалар болады. Ол бізде мемлекет тарапынан бар. Биылғы жылы міне бір хирург, оның қасына тағы да бір маман, 2 дәрігер көшіріп әкеліп Катон-Қарағайға орналастырдық. Ол жұмысты жаңағыда айтып отырған жәрмеңкелердің арқасында, осы жердегі өзіміздің медициналық университеттер, академиялардың арқасында ол жұмыстарды ары қарай жалғастыратын боламыз. Және де қазірде Катон-Қарағайға кірістер енді ақылып жатыр ғой. Және өзіңіз ұялы байланыс деп кеттіңіз, бірақ интернет Топқайында және де еңбек ауылдарында мүлдем жоқ деген шағымдар түсуде. Бар. Ол болған. Және өздеріңізге мен өзімнің бағдарлама жаңағы докладымда да айттым. Вот мына Топқайың ауылында осы 13-14 мына маусым айында орнатылды. Қазір уақытта интернет жүйесі жерде жұмыс жасалып тұр. Катон-Қарағай бойынша Катон-Қарағайдың өзінде де жаңағыдай 4G маңайындағы ауылдарда да болу үшін бүгінгі таңда ПСД бізде жасалып қойылды. Қазір экспертизада 1-2 күнде ол экспертизадан шығады. Бюджеттік өтілім береміз, ары қарай ол жұмысты жалғастырамыз. Сондықтан жалпы осы уақытқа дейінгі Катон-Қарағайдың құрылғанына 1 жыл болды. Сол 1 жылдың ішінде біз
екі үш ауылдың мәселесі осылай шешілді. Ал енді ары қарай да оны біз жоспарлы түрде ол мәселені ары қарай шешетін боламыз. Одан кейін жаңа сіздің айтып өткен медициналық құралдар бойынша бүгінгі таңда осы жақында алдыңғы айда облыстың әкімдігінің отырысы болды. Сол жерде осы жаңағыдай медициналық ұйымдардың жабдықтануы бойынша облыстың денсаулық сақтау басқармасының басшысы жаңа өзінің докладын жасады. Сол кезде Катонқарағайға медициналық құралдардың келетін жайлы өзінің жаңағыдай ақпаратын берді. Сондықтан ол жұмыстарды ары қарай міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Рахмет. Бірінші сұрақ, Шыңғыстайдағы мал ұрлығы тақырыбына тоқталып өтсеңіз, редакцияға хабарласқан Катонның тұрғындары бұл мал ұрлығы мәселесі тек Шыңғыстайда емес, өзге де ауылдарда өзекті екенін айтып отыр. Осы аясында қандай жұмыс жасалып жатыр, бұл мәселе жалпы қалай шешіледі? Жалпы бұл жерде біз екіге бөлуіміз керекпіз. Біріншіден, қай кездегі мал ұрлық деген болса, ол 2013 жыл мен 2023 жылғы мал ұрлығының мәселесі. Енді өздеріңіз көз алдарыңызға елестетсеңіздер, 2013 қайда, 2023 қайда. Сондықтан ол мәселе бойынша бүгінгі уақытта ішкі істер органдарына өздерінің өтініштерін халық берді. Ол өтініш бойынша бүгінгі қылмыстық қозғалды. Қылмыстық істің ішіндегі қандай жұмыстар атқарылып жатқаны туралы, ол менің айтуыма, басқа біреудің айтуына бүгінгі ешкімнің құқығы жоқ. Ол жаңағыдай соттың шешімі болғаннан кейін соттың шешімі жария етеді. Ал енді жаңағы сияқты айтып жатқандар, бұл енді екі жақты тарап болғаннан кейін говорят, есть две правды. Есть ваша правда, есть наша правда деген сияқты. Сондықтан ол екі жақты жаңағыдай шындық соттың шешімімен болады. Сондықтан ол мәселені ең бірінші сол мәселе туындаған кезде ауылдағы ардагерлер кеңесі, ақсақалдар кеңесін сол ауылға жіберіп, сол жердегі халықты жинап, түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Ары қарай қылмыстық істің барысында, жаңағыдай ашылып жатқан қылмыстардың барысында екі жақты тараптың бір-бірімен келіспеу мәселелері бар. Оны енді тек қана сот шешеді. Оны бір журналистерді шақырып, журналистердің бір көмегімен шешілмейді ол. Ол не болмаса менің көмегіммен шешілмейді. Ол тек қана соттың шешімі шыққан кезде сол соттың шешімімен шешілетін нәрсе. Сондықтан ол жұмыс бақылауда тұр. Ішкі істер органдары. Жалпы Катонқарағайда туризмнің қарқын алып келе жатқаны белгілі, ол жұмыспен қамту мәселесіне де әсерін тигізетіні белгілі. Бірақ соған қарамастан ауданда халықтың көшуі мәселесі әлі тоқтамай тұр. Былтыр бір жыл ішінде 337 адам көшіп кеткен деген статистика. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Жалпы оны мен былай ойлаймын. Біз былтырғы жылы келген бетте, былтырғы жылдың аяғында мен айтам, біздің мемлекеттік қызметкерлердің өзі бір 50 мемлекеттік қызметкер келген шығар жаңа аудан болып ашылғаннан кейін. Қаншама мұғалім келіп жатыр, оның балалары келіп жатыр. Ол бүгінгі таңда ол қазір ол жұмысты жүргізіп жатырмыз. Жалпы статистикаға жаңағыдай өсім көрсетілу үшін жаңағыдай келген адамның барлығы міндетті түрде пропискаға отыру керек. Сондықтан қазіргі уақытта ол жұмыс жаңағыдай күнделікті біз мысалы пәтер беріп жатырмыз, тұрғылықты жерлеріне орналастырып жатырмыз. Енді ол кісілерге айтып жатырмыз, міне қолыңызға келісім шартыңызды алдыңыз, енді будьте добры, идите прописывайтесь деген сияқты. Сондықтан ол статистикамен нақты мына келіп жатқан халықтың ортасында определенный бір не бар, сәйкессіздік бар. Сондықтан ол жұмысты қазір бірге статистикамен бірге, ішкі істер органдарымен бірге, өзіміздің мамандарымызбен бірге, ауылдық округ әкімдерімен бірге ол жұмысты атқарып жатырмыз. Енді келешекте ойлаймын, орнына келген кезде статистика жағы да түзеледі деп ойлаймын. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Осымен баспасөз мәслихатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.